Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін паста дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, пастаға тауықтың төс еті керек болады. Тауықтың төс етін өз қалауларыңызша кесіп аласыз. Каналыма жазылып, лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаймыз. Еттерімізді кесіп алып болған соң, тағы да бізге керек болады үлкен бір жыға және де саңырауқұлақтар керек болады. Саңырауқұлақтарды өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Менде 6-7 саңырауқұлақ. Бұл менде саңырауқұлақтар мұздатқышта қатырылған саңырауқұлақтар. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Қызып тұрған табамызға тауықтың төс етін салып, жақсылап қызартып, қуырып алатын боламыз. Қуырылған еттеріміздің үстіне жуа салып, тағы да қуырып алатын боламыз. 10-15 минуттай. Оның үстіне тағы саңырауқұлақтарымызды саламыз, кесіп алған. Дәміне қарай тұз, бұрыш, сарымсақ немесе чеснок салсақ өте дәмді болады. Суымызға спагеттилерімізді салып қайнатып аламыз. 10-12 минут. Пісіп дайын болған етіміздің үстіне сливки құятын боламыз. Бұл жерде менде 20% сливки. Сливкиді құйып, тағы да 5 минут пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің етіміз дайын. Дайын болған спагеттимізді тәрліге салып, 3-тен өлтірілген сыр сүйіп шығатын боламыз үстіне. Сіз
сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді шықты. Астарыңыз дәмді болсын.